Сіздің әрдайым Құран оқуыңыз керемет мықты қорған. Сіздерге болған оқиғаны айтып берейін. Омар есімді бауырымыз Дьюсбери қаласынан еді. 20 жылдай бұрын исламды қабылдаған. 20 жылдай бұрын. Үнді отбасынан шыққан. Оның үнді отбасысы оған қара сиқыр жасаған. Қара сиқыр туралы Құранда айтылады. Бұл ақиқат. Құранда бірнеше жерде кездеседі. Мұса алейхиссалам кезіндегі сиқыршылар сиқырларын жасап, адамдардың көздерін тұмшалайтын. Сиқырланған адамдардың көздері заттарды басқа болмыста, жалған кейіпте көретін. Құранда сиқыршылар көзге әсер ететіні айтылады. Сөйтіп адамдар жатқан жіпті жылан сияқты көрген. Жай ғана жіптер еді, бірақ оларға жылан болып көрінген. Ирелендеген жыландар көрінген. Сонымен Омар бауырымызға сиқыр жасалды. Ол түрлі имам рақистарға барады. Бірнешеуіне барып руқия жасатады. Сиқырдан құтыла алмайды. Бірнешеуіне барады. Бағана не айтқанымды ұмытпаңыз. Сіз құлшылықтағы деңгейіңізді көтеруіңіз керек. Ауруға байланысты емделу деңгейі де өзгеріп отырады. Сонында ол не істеді? Керемет тәсіл жасады. Айтайын. Ол рақистердің оқитын аяттарын анықтап, өзі бірнеше рет қайта-қайта оқи берген. Қайта-қайта оқи берген. Оқудан шаршағанда CD дискке жазылған аяттарды қосатын болған. Сәл демалып қайтадан өзі оққан. Бұған жасалған сиқыр өте ауыр болған. Әлхамдулилля, ол толығымен жазылып шыққан. Әлхамдулилля деңіздер. Толықтай емделген. Кейін сол CD-лардың көшірмелерін жасап, дуаланған адамдарға оларды беріп, өздерін оқыңдар әрі CD-ді қосыңдар деген. Омармен бетпе-бет сөйлестім. Мешітімізге оның бірнеше CD-ін алдырттым. Дуаланғандарға сол CD-ларды беріп жібердім. Қазір CD-лар бітті. Айтайын дегенім, егер Құранды өзіңіз оқитын болсаңыз, одан асып түсер шипа жоқ.